Bismillahirrahmanirrahim. Болды. Үлкен жілікті де қойдың етінен белдеме омыртқа. Сіз тұрмысы сал дәстүрі басқа отбасыға келін боп келдіңіз. Өзім жас кезінде, бала кезінде армандайтын, шіркін-ай, бір қазаққа тесем ғой, қазаққа шықсам ғой. Туысқандар қарсы болса? Мен ойлаймын, ең бірі сол жүректің қалдымен ғой. Сіз ислам дінін қашан қабылдадыңыз? Мен өзім мешітке бармасам, бір нәрсе жетпей қалатын сияқты. Мен айтам, бірінші Алла, екінші сенің бөлі. Алла маған бере салды ғой енді. Сені Алла маған берген. Бүгінде енелер мен келіндер арасында түсініспеушілік болады. Қазіргі заманда тәрбие басқаша. Қайта мен байқадым, енешкілер өздері жүгіріп жүр. Олардың алдында, келіндердің алдында. Өздері күтеді, өздері шай құяды бұларға. Ұйықтасын сағат 10-ға дейін, оятпаңдар деп айтады. Ол дұрыс емес. Бәріне сәлем достар, бүгін біз Ақкөл ауданындамыз. Осы үйде үлгілі отбасылардың бірі, қазақтың келіні неміс қызы Анна ханым тұрады. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіздер, өте Сәлематсыз ба Болат ағай? Өте қуаныштымын. Жоғары шығыңыздар, Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Рахмет көп-көп. Өтіңіздер, кіріңіздер. Рахмет. Кіріңіздер. Келіңіздер, жоғары шығыңыздар. Рахмет Қонақ болыңыздар. Анна ханым, сіз тұрмысы сал дәстүрі басқа отбасыға келін боп келдіңіз. Ол кезде неше жаста едіңіз? Қандай қиыншылықтарға тап болдыңыз? Мен өзім 19 жаста тұрмысқа шықтым. Өзім жас кезінде, бала кезінде армандайтын, шіркін-ай, бір қазаққа тесем ғой, қазаққа шықсам ғой деп армандайтын да, бірақ менің арманым орындалды. Мен қазаққа шығып, мынау біздің Астанаға, қаланың ішіне, жанұяға барғанда, бұлардың жанұяға мені енем марқым өте әдемі қарсы алды. Атам да марқым жақсы қарсы алды мені. Мен өте ризамын. Қиыншылық деп, егерде мен қазақ тілін білмесем, қиыншылық мүмкін болушы еді. Абылай мен өзім кішкентай кезінен қазақша үйренгенім, білем оның барлығысын. Қазақша сөйлегеннен кейін бұлар сондай риза болып қалды. И мені өздері қабылдады. Аса көп қиыншылық болған жоқ. Но бірақ та бізде жастар кейбірлер енді тұрмысқа орыс пен қазақ бәрі біле қоймайды ғой қазаққа. Қазақша біле қоймайды. Олар шыққанда бұларға кішкене қиындау, әрине, онсыз болмайды. Соны барлығысына уақыт керек. Уақыт керек, ол бәріне үйренеді. Бәрі үйренеді деп ойлаймын. Бірақ маған қиыншылық болған жоқ. Мен шыққан кезде 1976 жылда, ол кезде қазақ орысты алды деп қарсы болды ғой. Ол қазір бәрібір кімге тиеді, кімге шығады дегендей. Бұрын заманда бұл сондай қатылық кезі болған. Мүлдем қиыншылықтар болған жоқ па не? Шын айтайын ба сізге, қиыншылық болған жоқ менде. Мынау қайынсіңлерім, 3 қайынсіңлерім бар. Әлхамдулиллах, бұлар өте әдемі қарсы алып, өте тәтті тұрып, міне 47 жыл болады міне тұрғанымыз, тұрмыстамыз. Бірімізге қабақ тиген жоқпыз. Ұрыс, айқай, шу деген жоқ. Сабырлы болу керек. Келініміз ғой, міндетті түрде шыдау керек, сабырлы болу керек. Сонда да ештеңке болмайды деп ойлаймын. Болат аға, сіз Анна ханыммен қалай таныстырдыңыз? Мен өзім Жуамен танысқанымыз бір күшті оқиға ғой ол. Еске салсам, осы ұмытпайтын нәрсе. Біз
қай күнде кездескенмін, қалай болған бәрі есімде қазір менде, бәрін білеміз оны. Үшінші шілдеде 76 жылы менде бір нағашы інімнің тойы болды. Қарғалы ауылы Қорғазын ауданында. Сол тойда екеуміз таныстық. Сонда бәрінің қызық, бәрінесе өзіміздің қазақтар болды тойда, только екі-ақ бір немістің қызы болды. Сол мен жұбайым и оның сіңілісі, балдызым мен, екеуі ғана болды. Сол тойда ұнап қалды маған, сол танысып екеміз. 3 шілдеде 76 жылы. Сосын қалаға алып кетіп, 2 айдан кейін тойымыз болды. Сол 42-дің 3 күні. Енді содан кейін міне Алла жазса, уже 47 жыл бірге өмір сүріп жатырмыз, бірге тұрып жатырмыз. Бір көргеннен кейін ғашық болдыңыз ба? Енді ғашық болдым. Өзі тілді сөйлегенде, қазақша неткені мен өзім жүрегіме тиіп кетті. Сол ұнады деп, содан кейін міне үйрендік. Алла жазса, Алла берді, енді міне 47 жыл тұрамыз. Жолдасым, бұл кісі не ғой? Творческий адам. Қайта мен ғой қойшының қызы болғаннан кейін, қой ұстайға ауылға келгеннен кейін қой ұстайық дегенде, жолдасым сарайға бірінші рет кіргенде, кіріп келе жатқанда мұрынды жабады, аяғынды былай көтереді, анау басып кетпеу үшін. Мен айттым, шіркін-ай, қойды сойғанда қалай жақсы көресің етті жеуге, оны күту керек, бағу керек. Исі жаман-ақ, сарайға қалай кірем деп. Қазір тәуба. Үйренді ғой, үйренді, әлхамдулиллах. Неше балаңыз бар? Мен өзім 5 баламын, анасымын. 16 немеренің әжесімін. Бір шөбереміз бар. Әлхамдулиллах. Жақсы, олар қалада тұрады, Астанада, е? Олар бәрі Астанада тұрады. Білім бергеміз, жолдас екеуміз. Бәр жұмыс істейді. Демалыста келет осында, е? Біз пенсияға шыққаннан кейін осы орманның ішінде тұрғымыз келеді деп, әбден қаланың ішінде шаршадық. Содан кейін осы үйді Ақкөлге көшіп келдік орманның ішіне. Балалар бәр демалыс күні келеді, жазды күні каникулға шыққанда мини-детский сад болып жүр ғой, балабақша ретінде. Бәрі осында келеді. Жанымда келші. Келші жаным-ау сол, мен қасыма келші. Ой, кәртайғанда 30 бала болғанша жаман шалым артық жоқ. Сүйгілім. Жаным сол. Анна ханымның ата-анасы қарсы болмады ма? Әлде бірден қабылдады ма сізді? Күшті қабылдады. Маған о кісі жақсы, мынандай жігіт, енді жақсы жігіт деп жол берді екемізге. Мен ең бірінші танысқаннан кейін өзім барып, сол кісімен танысқанмын Қорғазынға барып. О кісі мен жақсы қабылдады, ой, мынандай жігіт деп, сол екемізге уәде берді, сосын үйлендік. Бүгінде енелер мен келіндер арасында түсініспеушілік болады. Мәселе неде, қалай ойлайсыз? Әрине болады. Соны айтып жатырмын, қазіргі заманда кішкене қиында болып тұр. Келіндер олардың шаңырағы балдырғаннан өткеннен кейін сабырлы болу керек, үлкен адамдарды сыйлау керек, күту керек, мама папа аяула жанында жүгіріп отыру керек. Барлығысын сол үйді шаруасы келін істеу керек. Адам үйренеді, бәріне де үйренеді. Шіркін-ай, өмір үйретеді. Әсіресе егерде жақсы енең кездесе, ақылмен үйретсе, мынандай келін болып шығады ғой. Қазіргі заманда тәрбие басқаша. Қайта мен байқадым, енешкілер өздері жүгіріп жүр. Олардың алдында, келіндердің алдында. Өздері күтеді, өздері шай қойады бұларға. Ұйықтасын сағат 10-ға дейін, оятпаңдар деп айтады. Ол дұрыс емес. Бірақ өзің келінің ят болу керек.
ұят болу керек. Қалай, келін болып түстім ба, ұйқы деген жоқ. Ерте тұрып, шаруасын істеп, қабағын түймей, жолдасынды жақсы күту керек. Ер азаматтарды қарсы шықпау керек. Кейбір енелер келіндерге міндетсін деп айтады. Осы сөзді қалай түсінесіз? Осы сөз сіздің өміріңізде қандай орын алады? Біздің заманда келін жүгіруші еді. Күтеді, алдынан жүгіреді. Ал қазір заманда енелер, кейбірлер өздері еркелетеді келіндерді. Қызым, қызым, айналайын, өзім шай құям, өзім жасап алайын, өзім. Әлі аяғым қолым жүреді, өзім істеймін деп еркелетеді. Мүмкін бір жағы да дұрыс шығар деп ойлаймын. Современный ғой болып кеткен адамдар. Ол қателік ештеңке жоқ мұнда. Егерде енесі ренжімесе келінге, бірге істеп жүргенің заттарың, бұл ешнәрсе не жоқ сондай. Ешқандай проблема жоқ деп айтуға болады. Проблема жоқ, қиыншылық жоқ ондай. Но баяғыда заманда вообще қазақтың келіндері алдында тік тұру керек. Тік тұру керек. Басына орамал киіп, бісміллә деп айту керек, шайды қойғанда, тамақ істегенде жүгіріп отыруған да, осындай нағыз келіндер. Мен Шымкентке жазды күні қасиет жерлерге жолдас екеуміз араладық. Сол Шымкенттің келіндері шіркін қандай. Ұнайды маған сондай. Мен ұлым үйленді. Шымкенттің қызын алды. Ох, дедім да, ай қандай айбат, тік тұрады, сәлем береді, таңертең тұрғанда атасына, маған сәлем береді. Ризамыз, рахмет деп айтамыз. Жүгіріп отырады, басына орамал киеді. Мен армандайтын осындай келінді. Енді бірақ келінім ғой бар ғой. Соны ойлаймын, қандай маған Алла жібереді келінді. Сұраймыз ғой, біз шіркін, біз жақсы жерден келсе екен. Ата-аналары, құдалары өте жақсы. Келіні тәрбие жақсы. Ризамын. Осындай бәрі менде келін болса, шіркін, нағыз қазақтың келіні, иә? Нағыз қазақтың келіні. Сіз ислам дінін қашан қабылдадыңыз? Ислам дінінің мен 1993 жылда ислам қабылдадым. Мешітке барып, кәдімгідей некесін қиып, өйткені не себеппен мен некесін қиғам. Өйткені бізде бір марқұм жездеміз болған, үлкен кісі, сондай намаз оқитын адам, Құран оқитын адам, барлығысы білетін ол кісі айтты, зиратқа саған баруға болмайды. Ата, жезде неге өйтіп айтасыз? Неге маған баруға болмайды деп. Енді барамыз ғой, Құран оқимыз ғой, зираттың басында. Жоқ дейді, саған дінге кіру керек дейді. Содан кейін жолға болады. Әлде қорқытты ма мені, әлде дұрыстап мені түсіндіріп жеткізейін деген ба? Қой, ойланып, барайын, дінге кірейін, бәрін салт дәстүрін бәрін білем, кірейін деп. Солай дінге кірдім, қабылдадым. Ұлты басқа, діні басқа ғашықтар отбасы құрай ала ма? Әлде дінді міндетті түрде қабылдау керек пе? Мысалы, қабылдамаса, не өзгерді, не өмірінде? Жоқ, ол қабылдамаса да, ол ішінде жүректен. Бәр жүректен. Қабылдамауға да болады. Қабылдамауға да болады, әрине. Но бірақта заты мешітке де жақын адам болады. Мешітке барасын, Алладан да қорқасын. Бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллах, мынау қалай енді. Мысалы, ораза ұстағанда оразаны ұстаймыз, ауыза шарты береміз, оның барлығысын мешітке барамыз. Дінге кірген сауап болады. Отбасымен бірге боласың. Отбасымен бірге, балалар бәрі бізде ораза ұстайды. Мешітті екінші үй дейді ғой, біздің мешіт, біздің үйіміз екінші. Қандай жарасымды. Алладан бәрі қайтады. Бісмілләй десең, әлхамдулиллах десең,
Алла берет, не сұрасаң. Мен түрім ғана орыс қой, былай жүрегім бәрі қазаққа берілген. Қазаққа берілген мәселеде емес, мен Аллаға берінген. Бірінші Алла, екінші жанұя, үшінші жұмыс. Жора жолдастар, бауырлар, туыстар дейміз ғой, иә. Сондықтан да мен өзім мешітке бармасам, бір нәрсе жетпей қалатын сияқты. Егерде үлгермасам, mesela құрбан айтта, немесе айтта мешітке бірдеме құранға қалып қойсам, уже мен жүрегім ауыра бастайды. Қалып қойдым деп, қалып қойдым, асығып жүгіресің. Мынау екінші үй болғаны жақсы ғой. Вот сол. Сіз бақытты адамсыз, көрініп тұр, иә? Сіздің ойыңызша, адам өз жарын таңдаған кезде ұлты діні басқа болып, туысқандар қарсы болса, оларды тыңдап талдау керек пе, әлде жүректің қалауыменен? Мен ойлаймын, ең бірінші сол жүректің қалауымен ғой. Мен ана үйленгенде, маған мен марқұм шешем ананы жақсы қабылдады. Сосын айтты, сен ане болмайсың, сен енді маған Айнаш деп боласың. Міне уже 47 жыл сол Айнаш болып жүр. Сосын 93 жылы ислам дінге кіргенде сол Айнаш деген атын қабылдап қалдырды. Ол вақтана имам Файзулла болған мешітті, сол от Айнаш болып қалсын деп. Міне солай сол шешем берген аты солай қалды. Бүкіл жерде қазір Айнаш ханым, Айнашты бүкіл туысқандар бәрі жақсы көреді Айнашты. Қазақ дәстүрін мықты біледі, қазақты үлкендерді сыйлайды. Одан артық бізге не керек? Туысқандарым бәрі жақсы көреді оны. Марқұм шешемнен басталды, әкем де жақсы көріп кетті. Ішімізге сразу кіріп кетті біздің отбасымызға. Солай міне қанша жыл өмір сүріп жатырмыз. Бір анекдот бар ғой, иә, өмір бойы күйеу әйеліне айтушы еді ғой. Ой, шіркін ай, келіншегім деп, мен келіншегім деп айтатынды. Сосын бала туады, немере туады. Ай, қатын деп айтушы еді. Ең қартайғанда уже өмір өтіп кетті, балалар немерелер өсті. Ай, жаным ау, сенің атың кім? Мен сенің атыңды ұмытып қалдым. Біресе келіншегім, бекешім, қатыным, жаным деуші едім, мен атыңды ұмытып қалдым. Өзіңнің атың кім? Сіз қазақ ауылында өстіңіз, иә? Қазақша сайрап тұрғаным сол ғой. Алхамдулиллах. Қазақ ауылында өстім. Бітті кезінде бізде 2-3 семья ғана немістер болды, қалғандар бәрі қазақтар. Сарыөзен совхозында менің әкем қойшы болған. Менің әкем өз сондай знаменитый адам болған. Қой бағып 10-12 жылдай сонда Сарыөзен совхозында тұрғанбыз. Содан кейін Қорғажын Көзбасына көшіп келдік. Біз ылғи қазақтар ең Қорғажын Көзбасына келгенде, жан жақта орыстар. Қаптап кетті орыстар. Мен өзіме түріме қарамасам да, қайттан келген орыстар деп таңғалатында. Енді мен әуде бір үлкен апамыз болған. Сол апам бір Құранды оқытқызып, мені кішкентай кезінде әуде беріп, қазаққа ғана шығасын, орысқа тиме деп айтты. Мен осы жүрегіме алып алдым да, енді Қорғажын Көзбасына келгенден кейін бәрі орыстар артынан жүгіреді. Жігіттер, қазақтар қарамайды, жүрегім ауырып қалды. Ойымдайым, қалай енді маған қазақ қарамайды, мен ешкім танымайтын да деп баяғы. Алхамдулиллах, Алла енді естіген шығар деп, Алла жіберді жолдасымды. Қазақ ауылында ол өте жайлау ғой. Әкем қойшы болғанда жазды күні кигіз үйді өстік, қысты күні қыстауға тұратынымызды. Қалай түлкі айдайтынымыз, атқа ер-тоқым салып үйренетінімізді. Ол да бір міндет қой. Соны телевизорымыз жоқ, светіміз жоқ. Қалай өмір сүрдік. Қиыншылықта да ешқандай болған жоқ. Қасқырмен де төбелесіп шықтым.
талай болды. Түлкі де маған Қасқыр ол қалай болды? Айтып бере саласыз ба бізге? сол 16 жаста қасқыр түнде үйдің жанына келеді. Нән үлкен қасқыр, бізде 3 ит болды. Сол қасқыр түнде келіп, сіңілім үйде болды, мамам папам қонаққа кетіп қалды. Үйде жоқ олар. Сосын иттер өріп атыр да, есік ашып шықсам, 3 ит болған, енді 4-ші ит тұр. Бак көзім ашылғанша қасқыр тұр екен. Мен өзім сіңіліме қаладым. Мында қасқыр деп. Анау сіңілім мені сыртта қалдық кетті, есікті күршікке салып апты. Мен сыртта қалып қойдым. Менің әкем марқым үйрететін, түлкі кездесе, қасқыр кездесе, тұмсығынан ғана таяқпен ұру керек. Сонда ғана өлтіресін дейді. Абылай өлтіре алмайсың. Не таяғым жоқ астында, аналар төбелесіп жатыр, бітіш болып жатыр, бірінің астынан, қай жерде қасқыр, қай жерде итті көрінбейді, қараңғыда шам жоқ қой. Сосын бір таяқ, Құдай берген шығар. Бір таяқ жатыр екен, үлкен таяқ. Енді иттермен төбелесіп кезде, енді маған секір бастады. Иттерді жан-жаққа лақтырып жіберді. Енді маған секір бастаған кезде, жаңағы қолыма таяқ кездесіп қалған, Алла жіберген деп ойлаймын. Сол тұмсығынан көзін жұмып, тура түсті. Анау ит ұланып, анау қасқыр ұланып, құлады. Қандай естеліктер бар тағы да мысалы? Естеліктер бар, мен сізге айтайын. Сол бір жағынан ойлап көрсең, кітап жазуға болады. Сол 3 июльда танысып, 3 сентябрьде үйленіп деген сияқты, міне қанша жыл тұрамыз. Міне мен Аллаға рахмет айтамын, что мынандай маған жұбайыма кездескенге мен соған ризамын. Бақытты адам деп өзімді санаймын мен. Бірінші Алла, екінші сеніңге берген. Алла маған бере салды ғой енді. Сені Алла маған берген. Сіз негізі педагогсыз ғой? Я, мен педагогмын, филологический факультетті бітіргем. Сосын өзім мамандығым тәрбиеші болып істедім, бәленбай жыл, 20 жыл тәрбиеші істедім. Содан кейін балабақшаның меңгеруші 17 жыл істедім, содан кейін пенсияға шықтым. Менде қазақша балабақша болды. Тек қана бәрі қазақша болды? Тек қана қазақша, орыс топтар болған жоқ. Әдемі. Сол керек қой бізге, мысалы қазір? Иә. Осындай топтар көбейсе, біздің қазақ тілінің мәртебесі көтереді деп ойлаймын. Көтеріледі. Әсіресе қазір жаңа Қазақстанда болып жатқан жастарды көтеріліп жатыр ғой, тәуба. Иә, бәрі балалардан басталады ғой. Бүгінгі жастарға қандай кеңес бересіз? Мен бүгін мынау қазіргі заманда жастарға айтарымда қазақша үйренсін. Қазақша сөйлеуге ұялмасын. Тілеймін. Бауырларыма, мынау жастарға ұялмаңдар. Қазақ мектепке балаларды бере берсін әрқашанда. Өздері кейбіреулер аз сөйлейді жастар, балаларды орыс мектепке береді. Мен олармен қалай сабақ дайындаймын, олармен қалай оқимын деп беріп ұялмау керек. Мен өзім балаларымды қазақша мектепке бердім. Тәуба, міне қазақша 11 класс бәр балалар бітірді. Бәр қазақша сайрап тұр қазір. Қандай жарасымды, қандай әдемі. Енді мен тілейтінді бәріне біздің Қазақстан көркей берсін, Астанамыз гүлдене берсін. Көп рахмет. Сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Сізге де рахмет. Көп рахмет сізге. Болат аға, сіз музыкаға жақын адамсыз. Бізге бір әнді айтып бере саласыз ба қазір? Айтып береміз. Енді бүкіл қанша жыл мұғалім болып істедік, ұстаз болып істедік, енді қалай бір ән айтпаймын енді. Мына халқыма, балаларыма, немерелеріме арнап бір ән айтып берейін сіздерге. Жайнаған гүлдер даладан, сүйгенім менің қаладан. Сүйгенім сені жан сәулем, басқаны қаламам.
көңіліңде бір түйгенім, сеніңсің сәулем сүйгенім. Көптен көткен жарым менің, қара көз сүйгенім. Көптен көткен жарым менің, қара көз сүйгенім. Ақ қайын тұрар үйеліп, тау басында жиылып, сүйгенім мен алыстан қараймын қиылып. Көңіліңде бір түйгенім, сенісің сәулем сүйгенім. Көптен көткен жарым менің, қара көз сүйгенім. Жүрегім менің елжірер, арманым өзің деп жүрер. Сағынтпай сені сүйгенім, күлімдеп кеп жүрер. Көңіліңде бір түйгенім, сенісің сәулем сүйгенім. Көптен көткен жарым менің, қара көз сүйгенім. Көптен көткен жарым менің, қара көз сүйгенім.